Қайырлы күн, құрметтілер. Сіздермен бірге актер, режиссер, педагог Еркебұлан Жолдасов. Бүгін мен сіздерге жас актерлардың демалыста жіберетін 5 қателік туралы айтамын. Кеттік. Бірінші қателік. Өмір бойы демалыс осылай жалғаса береді деп ойлайды. Яғни демалыстағы барлық дүниені максимал түрде қолданады да ертеңгі күнді ұмыта бастайды. Демалыс қысқа ғана уақыт ішінде, ертең көзді ашымғанша қайтадан жұмыс процесі басталатынын ұмытып кетеді. Сондықтан демалыс кезінде демалу керек, бірақ ертеңгі күні де ұмытпауымыз керек. Екінші қателік. Кешегі төккен терді энергияны тектен-текке шашып жібереді. Яғни демалыс кезінде өзін бұзады. Актердің қайтадан қалыпқа келу процесі ол өте ауыр процесс. Сондықтан демалыс кезінде актер барынша сол қалпын сақтап қалуға тырысу керек. Естеріңізде болсын, актердің формасы ол оңайлықпен қалпына келе беретін дүние емес. Сондықтан демалыс кезінде біз өзіміздің формамызды бұзып алудан аулақ болуымыз керек. Үшінші жіберетін қателік. Үйде өзімен жұмыс жасамау. Яғни ертең жұмыс басталғаннан кейін театр, кино саласына барған кезде бәрін қайтадан қалпына келтіріп алам деп ойлайды. Жоқ, бұл үлкен қателік. Қайтадан қалыпқа келу бұл үлкен ұзақ уақытты талап ететін дүние. Сондықтан актер демалыс уақытында да өзімен үйде жұмыс жасау керек. Себебі актердің формасы оңайлықпен қайтадан қалпына келе бермейді. Неге? Форма бұл жылдап уақытпен қаншама төккен тер энергиямен келетін дүние. Ал біз демалыста жатып соны бәрін айран құсап төгіп тастаймыз да кейін қайтадан қалпына келтіруге қиналып жүрміз. Біз формамызға қайтадан келеміз деп жүргенде формасы бар біреу сенің рөліңді алып қойды. Төртінші, демалыс кезінде қауіпті жерлерге бару. Тау, тастар, ағысы қатты өзендер, биік жерлер, тағы сондай сияқты жерлерге баруға құмартатын артистер. Актердің өмірі мен денсаулығы ол өте маңызды. Сондықтан біз актерлар өзімізді жақсы көретін болсақ, осындай нәрселерден сәл алшақтау болып жүруіміз керек. Және бесінші қателік, денсаулыққа салғырт қарау. Денсаулығы нашар, денсаулығы бұзылған актер ешкімге де керек емес. Мысалға, демалыс уақытында шамадан тыс спирттік ішімдіктерді ішу, энергетикалық сусындарды тұтыну, тағы да сондай сияқты денсаулыққа, ағзаға зиян келтіретін тағамдарды тұтыну арқылы біз өз денсаулығымызды бұзып жатырмыз. Кейін демалыс біткеннен кейін сенің асқазаның ауырса, бүйрегің ауыратын болса, көзің нашар көріп, құлағың онша естімейтін болса, тағы сондай сияқты давление, басың қысып ауыратын болса, сен міндетті түрде режиссерға түкке де керек болмай қаласың. Сондықтан да сахнада сенің денің сау, өте әдемі формада болғаныңды қалайды барлығы. Демалыста жүрген барша жас актерларға айтарым, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды, өмірлеріңізді сақтаңыздар. Өйткені сізді демалыс біткеннен кейін ертең үлкен маңызды істер күтіп. Біздің көбінесе жіберетін қателіктеріміз осы демалыста, демалыс кезде бәрін жасап алайын деп ойлаймыз. Негізі бұл үлкен қателік, себебі актерлық карьера бұл ондай қателіктерді кешіре бермейді. сондықтан демалыс кезде өзіміздің денсаулығымызға қаттырақ назар аударып, формамызды сол қалпында сақтап, сахнаға оралайық.